Түлкі мен тырна ертегісі. Ертеде түлкі мен тырна дос болыпты. Бір күні түлкі ойланып тырнаны қонаққа шақырыпты. Түлкі: «Досым тырна, маған қонаққа келсей, әңгіме айтып шай ішейік» деді. Тырна жақсы деп келіседі. Түлкі тырна досым келеді деп әбден дайындалып отқа пісіріп, оны тәрелкеге құйып қояды. Тамақты тырнаның алдына қарай итеріп: «Тырна, жесей, ұялма, қысылмай жей бер» деп айта береді. Тұмсығымен тырс-тырс етіп, ыңғайсызданып тамақты жей алмай отырады. Түлкі тырнаға салынған ботқаның барлығын өзі жеп қояды. «Ренжіме тырна, менде басқа ешқандай ыдыс жоқ тамақ құятын» деп құтылып кетеді. Тырна ештеме деместен: «Ертең маған қонаққа кел» дейді. Түлкі «Жарайды» дейді. Түлкі таң атпай ерте тұрып, жаңысы көңіл күймен сыйланып, сипанып, тырнаға қонаққа барады. Тырна көже дайындайды. Көжені арнайы құмыраға құйып, түлкіге береді. Түлкінің тұмсығы құмыраға симай, әбден мазасы кетеді. «Мына тамақтың иісінің әдемісін-ай, қарнымның ашып баратқанын-ай» деп әбден ызасы келеді. Тырна болса құмыраға құйылған тамақтың барлығын өзі жеп қояды. «Түлкі досым, менде бұдан басқа ештеме жоқ» деп жауап берді. Түлкі тырнаға ештеңе деп айта алмай, іші де ашуына булығып, үндеместен орнынан тұрып кетеді. Сол кезден бастап тырна мен түлкі дос болмайтын болып шешіпті.